Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде сезім мүшелері етістіктері деп аталатын етістік топтарына қатысты кейбір ережелермен танысатын боламыз. Сезім мүшелеріне қатысты айтылатын етістіктер sound, орысша айтқанда звучать, taste, дәмге қатысты айтылады, look, выглядеть, smell, иіске қатысты, пахнуть, feel, чувствовать. Аталған етістіктерден кейін келген сөз adjective болу керек деген бірінші ереже, яғни сын-есім. Бір заттың қандай екенін білдіру мақсатында біз аталған етістіктерден кейін adjective қоямыз. Мысалға, it sounds awful. Это звучит ужасно. Бұл жаман естіледі дейді. Бұл жерде sound сезім мүшесі етістігі және одан кейін келген awful бұл бізде adjective. Келесі сөйлем her meals taste disgusting. Оның тамақтарының дәмі өте жаман дейді. Taste дәмге қатысты айтылуда and disgusting. Үшінші мысал she looks beautiful. Она выглядит красиво. Ол әдемі көрінеді. Look бұл көруге қатысты сезім мүшесі етістігі және beautiful бұл бізде сын-есім. The meat smells bad. Мясо пахнет плохо. Smell бұл қайтадан бізде сезім мүшесі етістігі. Соңғы мысал I'm feeling good. Мен өзімді жақсы сезініп тұрмын дейді. Тура ережеде келген сияқты біз good сын-есімін қоямыз. Бес етістіктен кейін біз like сөзін қоятын болсақ, одан кейін онда біз зат есім қоюға мәжбүр боламыз. Мысалға she looks like her mother. Ол өзінің анасы сияқты көрінеді. Она выглядит как ее мама. Екінші мысал you sound like a broken record. Сенің даусың бұзылып қалған магнитофон сияқты дейді. Біз біреудің сөйлегенін жақтырмаған кезде осындай сөз тіркесін қолдана аламыз. Және соңғы мысал it smells like a flower. Иісі гүл сияқты дейді. Это пахнет как цветок. Яғни біз like plus noun құрылымын қолданған кезде бір затты екінші бір затпен салыстырамыз. Ал бірінші жағдайда біз ол заттың қандай екендігін білдіреміз. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да ережелер жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше